Қайырлы күн, қымбатты менің алтын көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Гүлнұр, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видео рецептте көктем мезгілінің өте дәмді тағамы, сонымен қатар пайдалы әрі жиі дайындайтын қозы құйрықты қуыру әдісімен бөлісетін боламын. Бұл тағамды әркімнің дайындау тәсілі әртүрлі болғандықтан, дәл бүгін өзімнің дайындау тәсіліммен бөлісуді жөн көрдім. Егер бұрын соңды жасап көрмесеңіз, онда дәл осы рецепт бойынша әзірлеп көріңіз. Видео түсінікті болу үшін арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен дәл осындай қозы құйрық қажет. Қозы құйрықтарымызды алдын ала 3-4 қайтара мұздай салқын суда жақсылап жуып тазалап аламыз. Одан кейін қазанымызға салып, үстінен мұздай суымызды құйып, және де бір ас қасық тұз салып, осылай қақпағын жауып, жарты сағатқа қайнатып аламыз. Осылай қайнау барысында біздің қозы құйрықтарымыз судың бетіне қалқып шығады. Осылай қасығымыздың көмегімен басып қойыңыздар. Біздің қозы құйрығымыздың суы қайнады, міне көбігі де шықты, және де суымыздың да түсі өзгеріп шықты. Қозы құйрығымыз толықтай қайнап шыққанша бізге құрамына қосатын картоп, сәбіз, 2 дана пияз және де чеснок қажет. Біздің тағамымыз өте дәмді болып шығу үшін құрамына қосатын пиязымыз бен чесногымызды молынан қоссақ, біздің тағамымыз өте дәмді болып шығады. Осылай рет-ретімен пиязымызды, чесногымызды, сәбізіміз бен картопымызды өз қалаған формаңызда жақсылап турап аламыз. Құрамына қосатын сәбіз бен картопты дәл осындай ерекше пышақтың көмегімен турап қостым. Дәл осы тағамның жасалу жолы қызықтырса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, және де өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Міне осылай барлығын алдын ала турап дайындап алдық. Міне жарты сағат суда жақсылап қайнатып алған қозы құйрықтарымызды осылай судан сүзіп аламыз. Және де шамалы суығанша салқын жерге қоя тұрамыз. Толықтай суытып алған қозы құйрықтарымызды өз қалаған формаңызда турап алыңыз. Мен осылай ірілеу көлемде жақсылап біркелкі етіп турап алдым. Майға қуыру барысында біздің қозы құйрықтарымыз біршама кішірейетін болғандықтан, осылай ірілеу көлемде мейлінше турап алған жөн. Қазанымызды отқа қойып, үстінен сұйық майымызды құйып, біздің сұйық майымыз қызған уақытта алдын ала турап алған қозы құйрығымызды салып, дәл осы қызып тұрған майда жақсылап қызартып қуырып аламыз. Дәл осы майға қуыру барысында қозы құйрықтың бойынан біршама өз сөлі бөліне бастайды. Дәл сол суы тартылғанша жақсылап қызартып қуырамыз. Бойындағы суы осылай біршама толықтай тартылды. Ендігі кезекте алдын ала турап алған пиязымызды және чесногымызды салып, тағы да жақсылап толықтай араластырып, қақпағын жауып, 2 немесе 3 минутқа бұқтырып аламыз. Қозы құйрығымыз бен пиязымыз осылай жақсылап қуырып алғаннан кейін, үстінен алдын ала турап алған сәбізімізді де салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Егер ұнатқан жағдайда үстінен шамалы қызанақты және де болгар бұрышын қосып жіберсеңіз де дәмі өте керемет үйлеседі. Барлығын осылай жақсылап қуырып алдық. Ең соңында дәл осы қозы құйрығымыздың үстінен алдын ала турап алған картопымызды да салып, және де үстінен бір кесе суымызды, дәміне қарай тұзымыз бен қара бұрышымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, қақпағын жауып, жарты сағат уақытқа бұқтырып аламыз.
Егер арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде подписаться қара батырмасын басып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Алда өте керемет бір жасағаннан сәтті шығатын рецепттермен бөлісемін. Сонымен қатар еңбегімді бағалап, дәл осы тағамның жасалу жолын жақындарыңызбен де бөлісіп отырыңыздар. Осымен біздің өте дәмді әрі пайдалы қозы құйрықтан дайындалған тағамымыз дайын. Осылай ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынамыз. Дәмі енді сөзсіз 100% ұнайды деген ойдамын. Дәл осы құрам бойынша сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видео рецептте жолыққанша аман сау болыңыздар. Ал бізге ас болсын. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар.